Достар, сіздерге видео бастамастан бұрын сіздерге Toastmaster FS деген сайтты ұсынғым келіпті. Бұда өте керемет видеолар шығып тұрады. Мінекей жазылып отырыңыздар. Мінекей мен тіркелдім. Мінекей Intro 2 дейді, Intro дейді, керемет видеолар дейді. Мінекей екінші арнам бар дейді, конкурс жауабы дейді. Бұнда керемет конкурста ұйымдастырады екен. Қалай описание ссылкасын қояды дейді. Мега конкурс дейді, описание оқы дейді. Достар, керемет видеолар шығады екен. Достар, қазір мұнда 163 подписчик бар екен. Давайте достар 200-ге шейін символ жеткізсек, сіздердің қолдарыңыздан келеді деген үміттемін. Ал біз видеомызға кеттік. Ал достар, мен карта сохранамаға секіретін боламын. Сол карта сохрана аптечка болса аптечканы лақтырып тастайтын боламын. Достар, бүгін екінші видеода шығаратын. Мен екінші видео мінекей шыққалы тұрған. Енді осы лайк басып тіркеліп отырсыңыздар. Смело лайктарды ұсынып достар, сіздер естеріне салып қойын. Мен 500 подписчикке жеткен кезде сіздерге арнап бір кино ұсынатын боламын. Киноның атын осы видео осының алдында шыққан видеодан біле алатын боласыздар достар. Ал біз аптечка шеремізді бастадық. Мінекей кеттік уже. Менің жанымда бір адам бар, немен өзі бір түн оған. Қазір мінекей бізге М4 берді, бір аптечка берді, аптечканы алмаймыз мінекей. Ал біз енді аптечка шереміз бастадық. Достар, бұда тіпті крипто жемейміз достар. Ал біз енді кішкене стопқа қойып отырамыз. Мінекей осы жерде тұрдық. Кішкене стопқа қойып отырамыз достар. Ал достар, мен бір нәрсені түзеу болу үшін стопқа қойып отырмын. Енді ренжімеңіздер оған. Мінекей мен әлі аптечка қолданған жоқ. Мінекей аптечка алмаймыз біз. Алмаймыз. Маған енді 4x прицел керек болып тұрған қылыш. Бұл керемет видео болайын деп тұр бүгін. Аптечка қолданбаймыз. Тоба дейін аламыз достар, бұйыртса. Крипто жемейміз. Достар, мен және жарнамада көрсеткендей Toastmaster FS-ға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Давайте достар, смело оған подписчиктен 200-ге жеткізсек, мен подписчиктен 500-ге жеткізсек, сол кезде менің артымда кино болады достар. Достарыңызға да таратыңыздар. Кім жүр мына жерде? Опа, көрдім. Қазір оны өлтіретін боламыз. Бронжет бар екен. Бронжет үрумен білдір қойық. Адамдар мені атпай тұрып өтсін енді. Достар, бүгін қалайда тобайдан кеземізге тобайдан жете алмай қалсақ, екінші рет ойнайтын боламыз. Видеомыз сөйбет ұзаққа барады. Опа, бір-бірімен қырқыспай отырғандар. Опа, қайдан жатыр мен? Қайда жүр олар? Опа, көрдім. Опа, өліп қалды оны. Бәсе ана өлтіріп сапты, бұны кім өлтірді деймін. Ой, бәй, нем бір ет. Жаным азайды ғой. Жайды ешіне кетпейді, енді ұлт өтетеміз да қазір. Аптечка алып кете жазады, о черт болмағанда. Достар, енді менің арнымда тағы да челлендж болады. Ол сумкасыз челлендж деген сумкасыз челлендж орындайтын болды. Енді арқамызға сумка тақпаймыз, аптечка бүкіл болады. Қай жерге түсіп кеттім мен. Бә, жанымның бүкіл өзім құрттым ғой. Енді секірмей тыныш қана жүрек енді. Тып-тыныш жүрмесе екен, секірмей ғана. Кішкене бір неме істеп. Тыныш, тиха жүрек енді. Нормально үш адам өтеді, қосан үш адам қанаға тиктеп тыныш қана жүрекші. Жаңағы мына жерде неме көрмедім ғой. Бұл жерден көрмедім ғой. Қазір. Опа, глушитель керек нәрсе ғой бізге негізі. Енді осы ойында керектісі негізі глушитель, 4x прицел, тағы сондай заттар ғой. Біреу бошканы банк етіп жараса жүрмесін. Ал достар, видеоны olsa лайк басып тіркеп кетіңіздер енді. Бұның барлығы сіздер үшін видео түсіріп жатырмын. Осы еңбегімді бағалап кетіңіздер. Фамас алайын ба, мынаны алайын ба? Skyline
Famous нормально енді урон нормально тез жатса. Бірақ оны кейбір адамдар дұрыс ойнай алмайды да, сосын атқан кезде бір-ақ рет басып тұрады, кейбір автоматтар бір-ақ рет басасыздар болды ғой. Сонымен атыла береді. Ал мына Famous-та басасыздар да 2-3 рет басыңыздар, сол кезде уронмен тез өлтіресіздер. Мысалы мен талай рет көрдім ғой. Акка. Аптечка жоқ көрім, сумкаға бүкіл зат сет. Артымен сет. Опа, 100% бұл қапты уже тоза отыр. Кішкене заттар лақтырайық, рукоятка. Керек емес. Отыр лақтырсақ болды. Ал зона бізде емес енді, жүгіреміз енді. Торт. Опа, мынандай себетім бар екен ғой, себіп тсекші қазір. Мына жерде менен естелік Free Fire саған. Ибай. Free Fire менен естелік саған. Free Fire 2110 дей ма? Неме дейді ма? Білмей түсінбейді. 2110 деген жазуды көріп тұрмын. 2110 деген жазуды көріп тұрмын. Ал біз енді көйік, бізде шелем левелі 3 бар. Бронжилет уровень 4 бар. Енді бізге 4x прицел керек екен бар ма? Енді соны іздеген 4x прицелді. Яғни таптым. Іздеген алдынан дейді, тілемейек табылар дейді. Абай атамыз айтқан. Керемет болды ма? Осы керек еді, ең керегі. Аба видеоны жылжып кетті. Жоғарыға қойғышпын. Мынаны аласың, мынаны саласың. 2x прицелді қуып жасын. Сумкада босорым жоқ оған дейді. М40 прицел тағымайды. Менде глушитель бар екен, айтпашы. Глушитель керек жоқ екен, айтпашы. Бірақ М40 керек болады глушитель. М40 глушитель тағылмайды десеңіздер, менде тағылатын екен. Менде Рафаэлмен ойнап болды, қашайық. Таймайтырмын. Қашайық деймін. Болды, қаштық достар, біз кеттік неке. Ал ендігі кеттік. Затамыз. Ой, жаным кетпей қалды ғой. Достар, жаным кетпесе. Жаман көшеді, 160 жаным бар өзі. 14 адам қалды, нормально. 14 адам алған ба не? Манағындай жаңағында 14 адам қалды деген не? Бірақ білетіндегі жетпейді ғой, білетінде 6 адам қалды. 6 адам қалған, осындай зона кәдімгі зона келатыр уже. Бірақ 6 адам қалған, осындай зонада, үлкен зонада. Акка мықты-мықтықтардың бірі, антасындырды мықты-мықтықтардың бірі, достар. О, бана критте қойып жазасың ғой жаңағы. Критті жүріп баратсың ғой. Сөйтіп ұмыт кете жаздаймын. Енді достар ренжімеңдер екен. Ұмыт кетіп қазір бір нәрсе пайдаланып қойсам ренжімеңдер енді. Тез өлтірейді. 11 адам қалды достар. Таубайданға жетеміз деп үміттемін. Маған 4x прицел ең керегі осы ғой. Маған қатты ұнайды 4x прицел өкілінде де айтып жатыр достар. Достар айтпақшы, киноны кім қалап тұр, сол киноны тезірек шығарыңдар деп жазып кетіңдер. Киноны мінекей бірінші алдыңғы видеода айттым ғой, полицейдің өмірі деген бірінші кино. Екіншісі Волна, су тасқын деген кино достар. Екеуінің біреуі бірінші шығатын болады достар. Енді сол үшін істемей лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Керемет болады достар. Маған сеніңіздер, бұл сіздерге ұнайды. Ұнап жатса тағы да шығарамыз достар. Смело лайктарыңызды басыңыз, тегін лайктай алмайық достар. Сосын тегін подписацияны да бастайық. Подписация етесіздер, болды. Одан ешқандай қиындық жоқ достар. Опа. Не істейміз. Famous УМП дейм, керегі жоқ бұлар бізге. Оба, адам жоқ бұдымда. Короче, мынаны отырамыз, қараймыз, керегі жоқ. Біреу қырған сияқты что-то. Что-то нетто, біреу қырған сияқты бүгін. Достар, ренжімеңдер, желдің дауысы шығып жатса. Мен айтқандай алдыңғы видеода мен далада түсірем, көбінесе даламағын. Керемет қой далада түсірген. Таза ауада отырып түсіресіңдер. Үйде түсіруге башым уақыт жоқ, үйде апатам бар дегендей, үлкен кісілер бар. Сондықтан үйде түсіруге уақыт жоқ. Үйде. Ал енді біз тоба дейін кеш шыдайын деп қалдық достар, енді видеомыз қысқалау қалатын болды ғой.
жайды ештен кетпейді. Сонда да қазір біраз неме істейміз. Ұзағырақ болатын шығар мүмкін. Өзі видео түсіріп отырмызда 9,5 минут болды. Опа, кім айтып жатыр? Атпайтын кезде атасыңдар ғой осылар. Сотка атқалы бар ғой. Қайдан айтып жатыр? Ай, міне. Вот мынау. Әуреленбей қойсаң мен өлтіремін деп. Достар, енді ренжімеңдер, мен без аптечка деген сонда да немене бар екен ғой менде. Опа, машин. Кімді қақты екен, ә? Қазір сөйт жар ана. Опа, маған қарай келіп ма? Опа, маған қарай келіп мама. Ема. Бәрі сотқа қатпайтын кезде қата қаласыңдар ғой. Сотқа нашарлау сотқа кішкене достар ренжімеңдер. Ой, арбандаған жетеді ғой ол де. Бұлай қашамыз да секіріп кетеміз қазір бұлай қарай. Үстіне шыға алмасақ болмайтын болды ғой. Алыса кетті оны. Ой ба. Битеміз онда шында. Ой, немен тағылыста қайнап жүрміз дейді. Берге сейсен атайықта кішкене. Ой ба, бұның бәрін сөйтіп ету керек еді. Дейм ә? Машина, қаш. Опа, красавчик. Мынау машина әбден менің нервімді ойнатып тұр ғой, достар. Автофрицал неге? Неге оқтарым тимейді мен? Қаш. Әбден ағырымызды шығарда видео түсіргізбей. Кетті, артынан қуамыз қуылған жоқ. О, қызық қой мынау. Өле салған. 2 қадам қалды достар, маған стенка керек. Мына әбден ағырған шығар, ренжімеңдер енді достар. Мына жаққа барып өле қалғаны қызық болды. Соңғы уромен өліп қалды ғой достар. Маған ана соңғы қалған адам что-то не то болып тұрған қарашы. Мынау мінекей мықтылау адам. Но бот емес. Мигель наборын киіп отыр үшін. Кие алмайды осылар. Қазір 2х прицелді салайық наған. М40-та 2х прицел бар екен. Стикерға ауыстырайық, болды. Соңғы адам қалды. Жүрегім дүрсілдеп кетті ғой, соңғы адамды қалай өлтіреміз деп. Қиындау ма екен, әлде бот па екен крисап етіп жүрген. Білмейміз ғой әйтеуір. Опа, грузовоз екен ана ішінде, грузовоз екен. Достар, смело лайктарыңызды отырыңыз, басып отырыңыз да видео ұнап жатса. Мынау. Ана, что-то, ой, жаным кетпей қалды. Тәубе, жаным кетпей қалды. Бүгінгі видеомыз жақсы өтіп жатыр, достар. Топ 1 ала алмай қалсақ, ендігі көресінді көреміз өзі. Сондықтан топ 1-ді ал, бро, деп тілеп отырыңыздар. Комментарияға топ 1 ал деп жазып отырыңыздар. Ар жаққа пасылға түседі, соған бар кейік. Және машинамен қалмаса болды ма? Машина ғана қиын етпесе атымдар. Оның аяғын шашу деген. Кіріп қаласында М40 қаңып кетіп кесің ғой. Осы енді мына ойындан мен негізі аптечка қолданбайды еді, бірақ аптечка емес, мен пандам жан береді ғой, сол панданы ұмытып кеттім мен негізі. Ол панда адам өлтірген сайын маған хп береді. Сонысын ойдан шығып кеткен қарашы енді. Әйтпесе ровно мен. Ай, битейік анаша. Опа. Жоқ, мынау қайсы тағы да. Жанмас мен.
Мен аптечка жоқ қой менде. Ема достар. Опа, топ-1. Керемет болды ғой мынау қан. Жаным түбінде қап, достар, ойлаңыз, жаным түбінде қап. Ода. Өліп қалсам мен ағам. Достар, керемет болды ғой, керемет болды ғой. Пирогтан жетеу жинаппын, нормально. Бой, контент болды ғой, достар, контент. Керемет кетті ғой, керемет. Соңғы адамымыз өлтіре алмай қалам ба деп не шошып тұрмын. Аптечка қолдана жатсың ғой, жаным азы болсын. Өзі сразу аптечканы былай қолдан сөйтіп аптечка қолданбайды. Сөйтсем аптечка қарақасы нөл дейді ғой. Ұмытып кеткен достар. Ал достар, бүгінгі видео осы енді. Сіздер лайктарыңызды сол арнаға тіркеліп отырсыңыздар. Видео ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.